Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім және подписчиктерім. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина бүгін сіздермен ең дәмді тіл үйретін, қыстың күні таптырмайтын және барлық тағам түрлеріне пайдалануға болатын өте дәмді аджика дайындайтын боламыз. Менімен бірге дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, еш өкінбейтін боласыздар. Өйткені бұл аджиканы менің балаларым, жолдасым және үйге келген қонақтарым да сүйсініп жейді. Дәл осы аджиканың рецебін достарым жиі сұрайтын еді. Бүгін соның сәті түсіп тұр екен, қабыл алыңыздар. Және осы аджиканы менің өзім 2-3 рет дайындаймын бір жазда. Бізге керек заттар 5 кг помидор, 1 пучок петрушка, 1 пучок кинза, қызыл тәтті бұрыштан 1,5 кг, ашты бұрыштан 4 штук, чеснок 200 грамм, 3 ас қасық тұз, 3 ас қасық қант және 200 мг сұйық май керек болады. Алдымен жемістерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Енді помидорларымызды алдымен 2 бөлікке, содан кейін 3 бөлікке бөліп, жақсылап турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Турап алған барлық помидорларымызды ет тартқыштың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Тартылған помидорларымызды табаны қалың кастрюльге құйып, бірден газға отқа қоямыз. Отын қайнағанша көбейтіп қойсаңыздар болады. Қайнаған соң азайтып бірге қойып қойсаңыздар, асты күймей бір келке қайнайтын болады. Және арасында араластыру тұру керек. Енді помидорларымызды 1 сағат қайнатамыз, қақпағын жаппай. Осы аралықта бұрыштарымызды жақсылап жуып, тазалап, ішіндегі дәндерінен алып тастап, 2 бөлікке бөліп, ұзынша қып турап аламыз да, оны да ет тартқыштың көмегімен барлығын тартып шығамыз. Енді ашты бұрышымызды чеснокпен бірге тартып аламыз. Ащы бұрышты ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Еле болмаса, азырақ қоссаңыздар да болады. Міне 1 сағат уақыт өтті, помидорларымыздың суы тартылды. Енді тартып алған бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырып, 20-25 минут қайтадан қайнатамыз. Жиырма бес минут өтті, қантымызды, тұзымызды, сұйық майымызды құйып, аджикамызды тағы да 25 минутқа қайнататын боламыз. Алдымен кинзамыз бен петрушкаларымызды жақсылап жуып аламыз. Суын сорғытып алған жөн болады. Енді ұсақтау қылдырып турап аламыз да, аджикамыз 25 минут қайнаған соң туралған аскөктерімізді салып 10 минут қайнатамыз. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың өркендеуіне үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнап жатса достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Енді ашты бұрышымызбен чесногымызды салып, жақсылап араластырып, тағы 20 минутқа аджикамызды қайнатып алатын боламыз. Ал енді осы уақыт аралықта банкаларымызды дайындайтын боламыз. Мен банкаларымды алдын ала содамен, жылы сумен жуып алған болатынмын. Енді банкаларымызға 100-150 граммдай су құйып, микроволновкаға 10 минутқа қойып, стерильдеп алдым. Қақпақтарымды да кастрюльге су құйып, оған қақпақтарымды салып 5-6 минут қайнатып алдым. Міне аджикамыз дайын болды. Енді астындағы отын сөндіреміз. Енді ыстықтай бірден банкаларға құйып, банкалардың қақпағын бірден бұрап жабамыз
жай қақпақ болатын болса, бұрандамен бекітіп аламыз. Аударып 1-2 тәулікке жылы жауып қоюымыз керек болады. Құрметті менің көрермендерім, менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар, амандықпен жүздесейік.